Құдай сізді жарылқасын. Құдай сауықтырушы Құдай. Құдай ол сенің денеңді толықтай сауықтырды. Оған мүмкін емес нәрсе жоқ. Аумин. Осы киелі кітапта Луқа жазған 14-ші тарауында 1-ші аяттан жазылған. Құдай ол бір адамды, шимен ауырған адамды сауықтырды. Сенің де өмірінде осындай Құдайдан ғажайып сауық қабылда. Өйткені Құдай ол сені көріп тұр, ол сенің жан дүниеңді көріп тұр, ол сенің дұғаңды көріп тұр, сенің мінәжатыңды көріп тұр. Сен дұға етіп, сені өзінің саулығына, я болмаса тума туысқандарың, я болмаса таныстарың денсаулығы үшін сыйынып жатқанына. Сондықтан сеніммен қабылда. Сенім қалқаның сен әрдайым Құдайға ашық болсын. Құдай ол сенімге жауап береді. Әрдайым Құдайдан сұрасан, Құдай саған еш нәрсе аямайды. Өйткені Құдай осы ары қарай егерде оқысақ жазылып тұр. Егерде жексенбі күні демалыс күндері есекпен я болмаса өгізін түсіп кетсе дейді құдыққа, жүгіріп барып адамдарды шақырып сен соларды аласың дейді. Сондықтан біздер ешқашанда осы діни күндерге қарамастан әрдайым Құдайдың саулығын күнделікті қабылдауымыз керек. Егерде сен грипп ауруымен ауырып жатсаң, я болмаса вирус болса сенде, байлаймыз Иса Масихтың атынан сол ауру қасіреттерді, ауру қарғыстарды. Өйткені сен үшін Иса Масих үлкен құн төледі. Иса Масих ол сені сауықтырушы Құдайын. Саған толықтай шипалы ем берді. Бізде сонымен сеніммен жариялап, сен үшін әрдайым дұғадамыз. Құдай сені жарылқасын, Құдай саған амандық пен тыныштық берсін. Құдай сенің әрқашанда дауысыңды естиді, дұғаларыңды естиді, саған жауап береді. Саған уже жауап беріп қойды. Өйткені Құдай ол сүйіспеншілік, ол сені сүйеді. Иса Масихтың атынан. Аумин.